Бәріне сәлем. Бүгін мен сіздерге 2023 жылы шыққан Чон И атты киноны қысқаша айтып беретін боламын. Кино бізге жер планетасы және адам болашағы туралы айтады. Видео басылмай жатып арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны дірілдете кетіңіздер. Және де лайк басуды да ұмытпайық. Таяу болашақта жер планетасы өмір сүруге жарамсыз болды. Және адамдар ғарышқа қоныстанды. Ғарыштық баспаналар салынды. Бірақ бір сәтте олардың кейбіреулері соғыс бастады. Одақтас күштермен қақтығыс бастаған Адриан Республикасы арасында соғыс басталып, 10 жылға созылды. Біз Йон Чон И және қарсыласудың ең жақсы сарбазымен таныстық. Ол жауынгерлік роботтарға қарсы тұру қажет болатын миссияда. Чон қарсыластарымен сәтті күреседі және оның жолындағы жаңа кедергілерді еңсеру үшін алға жылжиды. Бірақ бір кезде Чонның көңілі ауып кетеді және оның саусақтарын атып жібереді. Ол кибернетикалық қолы бар екенін көріп шошып кетті. Ал сол кезде қыз қатып қалды. Бұл симуляция болғаны белгілі болды. Ал солдат қыз андроид екен. Эксперимент жетекшісі қызметкерлерден роботты арнайы бөлмеге апаруды сұрайды. Өзі болса маңызды кездесуге кетеді. Ал базада осындай жауынгерлік машиналарды шығаратын цех бар екен. Кездесуге жоғарғы кеңес және генералдар келді. Олар Чон И жобасы туралы білгісі келеді. Жоба директоры Ким Се Хён жобаның мақсаты соғыста жеңу үшін пайдалануға болатын тамаша жасанды интеллект жасау екенін айтты. Чон И ең жақсы жауынгер болды, бірақ 40 жыл бұрын ең маңызды миссияда ол жарақат алды және оны аяқтай алмады. Жарақаты өте ауыр болды. Енді оның миы мінсіз жауынгерлерді жасау үшін үнемі көшіріледі. Дегенмен, бірдей модельдеуде андроид әрқашан сәтсіздікке ұшырайды және басты мақсат себебін түсіну. Директордан басқа Чон Идің қызы Йен Се Хун да жұмыс істеп жатыр. Диагностика және жаулап алу жұмыстары жүргізілуде. Чон Иді белсендірілгеннен кейін ол өзінің дене мүшелерін неге жоқ екенін және не болып жатқанын түсінбейді. Сұрау сәтсіз аяқталды және оның жадын өшіреді. Йен Се Хун өз қызметкеріне бұл жобаның ол үшін неліктен маңызды екенін айтады. Бала кезінде өкпесі ауырып, қымбат ота жасау керек болған. Анасының барып күресуден басқа амалы қалмады. Нәтижесінде Чон ең жақсы жауынгер атанды және операцияға ақша табуға мүмкіндік алады. Бірақ қызын көру тағдырына бұйырмаған, өйткені ол соңғы миссияда сәтсіздікке ұшырады. Жұмыстан кейін Йен Се Хун ауруханаға барады және андроид дәрігерінен балалық шағында жасалған операция процесті тек бәсеңдететінін білді. Ал қазір қатерлі ісік басқа мүшелерге таралып үлгерді. Оның өмір сүруіне 1-2 ай ғана қалды. Бірақ андроид мұңаюдың еш қажеті жоқ деп сендіреді. Өйткені ол өз ойын тасымалдаушыға ауыстырып андроид бола алады. Дегенмен бұл бизнес және бәрі ақша үшін жасалады. Тең құқықтары бар андроид мәртебесін алу үшін адамдар төлеуі керек. Йен Се Хунгтың ақшасы жоқ және ол анасы сияқты бір күні тегін мәртебеге ие болады. Яғни коммерциялық компаниялар оның ойын басқа мақсатқа көшіре алады және тең құқықтарды да ұмытуға болады. Уақыт өтіп жаңа тест басталады. Бірақ бұл жолы директор оның қалай әрекет ететінін білу үшін андроидты аяғына оқ атуды сұрайды. Процесс сәл басқаша. Ал енді Чон екінші рет өлуі керек болғанда көрсеткіштерде белгісіз аймақ пайда болады. Ал Чон қайта тірілгендей. Дегенмен ол әлі де сәтсіздікке ұшырайды. Директор қатты ренжіді, бірақ бұл таңғалдырмайды. Өйткені бұл жоба оның бүкіл өмірі. Көп ұзамай директор мен Се Хун компанияның бас төрағасы болып табылатын адаммен кездесуге барады. Директор Се Хун төрағаны қатты құрметтейді және оның көңілінен шығу үшін бәрін жасайды. Шын мәнінде бұл оның басты мақсаты. Бірақ олар кабинетке кірген бойда директор қатып қалады және ол да андроид болып шығады. Төраға әрі қарай фирмасын одан әрі дамытқысы келетінін және соғыс жақын арада аяқталатынын айтты. Сондықтан жауынгерлік жасанды интеллект жобасын қысқарту керек. Ол қыздың сезімін түсінеді, өйткені бұл жоба анасы үшін маңыздырақ. Ол сонымен қатар директор Хён олардың компаниясы жасаған алғашқы андроид екенін айтады және оны төрағаның миын көшіру арқылы жасаған. Бірақ ол андроидтың одан мүлде басқаша екеніне сендіреді. Бұл деген сөз анасы енді мүлде өзі емес деген ойға әкеледі. Келесі жауап алу кезінде робот бөлшектелмейді. Ал директор жаулап алуды басқаша ұйымдастыруды ұйғарады. Ол андроидты азаптай бастайды. Се Хун анасының қалай қиналғанын көре алмай бағдарламаны өшіреді. Оған директор негативті қарап тиіседі. Се Хун симуляция кезінде андроид неге басқаша әрекет еткенін түсіну үшін жазбаларды тексеруді ұйғарады. Бірақ ол жаттың бір жерде түсірілгенін байқайды. Ол көмекшісіне жүгіріп барып Чон Иді сынап жатқанда ұстап алады. Ол тек жауынгерліктен басқа функцияларды анық орындайды. Қызметкерлердің айтуынша, анасы сананы көшіру үшін ең арзан қызметті таңдағандықтан оны кез келген жолмен пайдалануға болады. Және оның танымалдылығы ересектерге қызмет көрсетуде үлкен сұранысқа ие.
Қыз ашуланып модельдеуден өткен соңғы андроидке барады және өз теориясын тексеруге шешім қабылдайды. Ол өзін нағыз месси адам деп ойлайтын Чоннимен бірге ойнайды. Ал әңгіме қызына келгенде, Сехун сол белгісіз аймақтың белсендірілгенін байқайды. Сехун төбелес кезінде анасының тек қызын ойлағандығын түсінеді. Ал сол сәтте оны алаңдатқан жалғыз нәрсе осы. Осы кезде қыз бір жоспар ойлап тапты. Симуляцияның соңғы күні келді. Жобаның тағдырын шешуі керек. Бірақ бұл жолы Сехун андроидпен жалғыз қалуды сұрайды. Ол оның құлағына сыбырлап, естігендерің мүлде түс емес, шындық деп айтады. Ол Чонниге не болатынын және не істеу керектігін айтады. Сонымен бірге балалық шақтағы естеліктерін өшіреді. Симуляция басталады және андроид қайтадан істен шығады. Директор мүлде үміттенбегендей еді. Бірақ осы кезде директор таспаны қарап шығуды ұйғарады және андроидтың өлтірілгендей кейіп танытқанын біледі. Бұл кезде Чон И жолсеріктермен алысып бастаған дабыл жарияланады және ұстап алу жоспары басталады. Чон И оңай болмаса да өзінің басқа модельдерімен күресуде және Сехунның көмегімен денесін өзгертіп, олар бірге қашады. Олар вагонға отырады, бірақ ол жерде оларды директор күтіп отыр екен. Ол Сехунды өлтіремін деп қорқытады. Алайда андроид оның қызы екенін білмейді, бірақ бәрібір оны қорғауды шешеді. Ұзақ шайқастан кейін Чон И полиция роботтарын да, директорды да жеңеді. Сехун жараланды, бірақ ол андроидтан жаңа өмір бастау үшін кетуін сұрайды. Өлер алдында жалғыз тілегі анасының тыныштығы, сонымен қатар тек өзі үшін өмір сүре алатын, кем дегенде бір көшірмесін сақтап қалу. Чон И құтқарушысын құшақтап, қоштасып, вагоннан шығып кетеді. Жаңа еркін өмірге бет бұру үшін. Осымен кино аяқталады. Сіздерге кино ұнаған болса, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіздер.